Сәлем оқушылар, бүгін параграф 14, 7 сыныптың алгебрасы, бір мүше мен көп мүшені бір мүшеге бөлу тақырыбын қарастырамыз. Ең алдымен 14-те бірінші есеп бөлуді орындаңдар дейді. Тағы есептерін қарастырайық. Мына жерге балалар мен тең деп жаза беремін, есептің берілгені. Тең 46-ны 2-ге бөлем. 23. А квадратты аға бөлсек, біз білеміз, дәрежелері азайтатынды. Сонда а квадратпен, оның квадратымен а қысқарып кетеді, бізде а қалады, және бұның өзі қалады. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Үшіншісі. 14х квадрат y куб бөлінген минус 7xy. Балалар, бұл жерде коэффициентіне бөліп жүреміз. 14-ті минус 7-ге бөлеміз, минус 2. Х-тың квадратын бөлеміз х-қа. Яғни дәрежелерін не істейміз? Негіздері бірдей болғанда дәрежелері азайтылады. 2-ден 1-ді аламыз. Жай ғана х қалады. Дәрежесі 1. Y куб бөлу y. 3 дәрежеден, мына y-тің 1 дәрежесі бар, соны азайтып жүреміз. Сонда y-тің 3-ден 1-ді алсақ, y-тің квадраты қалады екен. Міне есебіміз шықты осымен. Әрбір есеп шыққан кезде нүктелі түрін қойып отырайық. Келесі. 14-те екінші есеп. Мына жақшаның ішіндегі әрбір көп мүшені мына санға минус 2-ға әрқайсысын бөліп шығамыз, балалар. Сонда минус 20-аны минус 2-ға бөлем. Сонда теріс санға бөлсек, оң сан, 20-ны 2-ге бөлем, 10 ғана қалады. А мен А қайтеді, қысқарып кетеді. Келесі, минус оң санды теріс санға бөлем, сразу минусын жазамыз, балалар. 12-ні минус 2-ге бөлеміз, яғни бізде минус 6 міне. Минусын 1-ден шығарып жедім. 6 А-выны бөлемін А-ға. Мына А мен А қайтеді, қысқарып кетеді, 6 В ғана қалады. Минус, жазып қоямын, 16-ны минус 2-ге, 18-ді минус 2-ге бөлдік. Минус 9. А мен А қайтеді, қысқарады, қасында С ғана қалады. Міне есебіміз шықты. Тең келесі 14-те екінші есептің үшіншісі. Көп мүшені бір мүшеге бөлеміз. Тағы да мына жақшаның ішіндегі әрбір мүшені не істейміз? Мынау бір мүшеге бөліп шығамыз. Бұл жерде, балалар, сендерге түсінікті болу үшін мен қазір әрқайсысын жазып көрсетейін. 15-тен 14 х квадрат бөлу 5-тен 2х. Теріс санды оң санға бөлем. Минус 25-тен 32 xy бөлу 5-тен 2х. 5-тен 2х. Келесі, оң санды оң санға бөлем, оң сан, плюсын жазып қоясыңдар. 5-тен 54xz, 5-тен 54 xz бөлу 5-тен 2х. Тең. Арғарай. Жай бөлшекті жай бөлшекке бөлудің ережесі. Не істеуші едік, балалар? Бірінші бөлшек өзі тұрады, көбейтуде екінші бөлшектің алым мен бөлімін орын ауыстыратынбыз, Сонда мұнараға жазайын барлығын. 15-тен 14 көбейту, бірінші коэффициенттермен жұмыс жасап алайық, 2-ден 5. Мұнда негіздері бірдей. Негіздері бірдей болған кезде, бөлген кезде біз ол сандарды немене болушы еді? Дәреже көрсеткіштері азайтылатын, Квадрат мұнда 1 дәреже. 2-ден 1-ді алам, жай ғана х қалады. Азайту, жай бөлшекке бөліп жатырмыз. 25-тен 32-нің өзін жазып аламыз. Көбейту деп екінші бөлшекті кері жазамыз. 2-ден 5.
Мынау x пен мынау x-ті қысқартып жіберейік, сонда қасында бізде көбейту y қалады. Қосу 5-тен 54. Мына x пен мына x-ті не істеп жіберейік? Қысқартып жіберейік бірден, сонда z қана қалады. Көбейту 2-ден 5 z. Не балалар? Мына бөлуден кейінгі бөлшек бізде не істеледі? Алымы мен бөлімінің орны ауысып кетеді. Алымында тұрған 2-ні бөліміне апардым, бөлімінде тұрған 5-ті алымына апардым дегендей. Енді осы жерден қысқаратындар бар болса қысқартайық. 14-ті 2-ке бөлем 7, 2-ні 2-ке бөлем 1. 15 пен 5-ті қысқартам. 5-ті 5-ке бөлем 1, 15-ті 5-ке бөлем 3. Барлығын қысқартып алайық. 32-ні 2-ке бөлем, 2-ні 2-ке бөлем 1, 32-ні 2-ке бөлем 16. 25 пен 5-ті қысқартайық. 5-ті 5-ке бөлем 1, 25-ті 5-ке бөлем 5. Келесі 54-ті 2-ке бөлеміз. Неше? 27. 2-ні 2-ке бөлем 1. 5 пен 5-ті қайтып жібереміз, қысқартып жібереміз. Енді не қалды балалар? Әрбір бөлшектің алымына бөліміне көбейтіп аламыз. 3-ті 1-ге көбейтем. 3-тен 7-ні 1-ге көбейтеміз 7. 3-тен 7x азайту. 5-ті мына 1-ге көбейтіп жібересіңдер. 5-тен 16y. Қосу бөлімінде 1 қалды, алымында 27. 27-ні 1-ге бөлсек 27 өзі шығады, 27 z қалады. Тең. Мына жерде бұрыс бөлшек болғандықтан оларды аралас сан түрінде жазамыз балалар. Ешқашанда есептің жауабын бұрыс бөлшек түрінде қалдырмаймыз. 7-ні 3-ке бөлейік. 7-нің ішінде 3 2 рет бар. 2/3-тен 1 x қалады. Азайту 15-ті 5-ке бөлем. Неше бүтін? 16-ны 5-ке бөлем. 3/5-тен 1. Y қосу 27 z. 27 z өзі қалады. Осымен 14-те екінші есептің үшіншісі. Балалар, жұптары сіздерге үйге қалады. Осылардың жолына қарап жұп есептерін міндетті түрде шығарамыз. Ары қарай. 14-те үшінші есеп. Тең. Берілгенін дәптерге көшіріп барып балалар ары қарай есептеп шығарасыңдар. Менде дайын тұр, сондықтан бірден шығара берем. 40-ты мына бір мүшеге бөліп аламыз. 40-ты 8-ге бөлем 5. X квадратты x-қа бөлсек, дәрежелер қайтылады, азайтылады. 2-ден 1 азайтылады, жай ғана x қалады. Y азайту 6xy. xy. Сонда 5-тен 6-ны азайтам, минус xy қалады. Есептің жауабы осы. Келесі 14-те үшінші есептің үшіншісі. Жаңа ғана айттым, бірінші коэффициенттерін 9-дан 4 жай бөлшекке бөлген кезде көбейту деп бірден жазып алайықта, орнын бірден ауыстыра салайын балалар. Көбейту 2-ден 3. S-тің квадратымен, мына квадратпен мына S қысқарады. Мынау t-ның квадратымен мына t қысқарып кетеді. Сонда мында S-t қалды, S-t қосу 3-тен 1 S-t өзі жазылады, Бұл ештеңкеге бөлініп, немесе көбейтіліп тұрған жоқ. Мынау қосу балалар. Енді мына арада 4-ті 2-ге бөліп жіберейік, қысқартып жіберейік. 2, 2-ні 2-ке бөлем 1. 3 пен 9. 3-ті 3-ке бөлем 1, 9-ды 3-ке бөлем 3. 3-ті 1-ге көбейтсек, бөлімінде 3, алымында 2. S, T қосылынған 3-тен 1 S, T. Тең. Бөлімдері бірдей болса, бөлімінің өзін жазамыз. Алымдарын бір-біріне 2-ні 1-ге қосам 3.
st. 3-ті 3-ке бөлсек 1 болады, сонда st қалады екен. Міне есептің жауабы осы болады. Келесі 14-те 7-ші есеп. Тепе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. Яғни, мына есептің біз сол жағын ықшамдап есептейміз. Сол кезде бізде мына 40x, y деген шықса, мына сол жағын есептегенде, сонда бұл есеп дәлелденді деген сөз. Енді сол жағын балалар бірден есептейін. 200x-тің 4 дәрежесі y-тің кубын бөлем 5x-тің кубы y-тің квадратына. Астына бірден есептей берейін. 200-ді 5-ке бөлсек 40. Мынау x-тің 4 дәрежесі мен мына x-тің кубы қысқарады. Мына x-тің кубы мен y-тің кубы мен мына y-тің квадраты толығымен қысқарып кетеді. Сонда x-тің 4 дәрежесі x-тің 3 дәрежесімен қысқарды, жай ғана x қалды. X қалады. Y қалады. Азайту. 55-ті 5-ке бөлем 11. Енді мына жерде бұл жаңа мынаумен қысқарған болатын. Енді мына жерде мен өшіріп жіберейін. Мынау 55x куб y квадратты бөлеміз мынау 5x куб y квадратқа. 55-ті 5-ке бөлсек 11. X куб пен x куб қысқарып кетеді. Y квадрат пен y квадрат қысқарып кетеді. Болды. Бізде мынау жақшаны біз мына 5x куб y квадратқа бөліп алдық. Қосу 11 қалды. Қосу 11-дің өзін жазамыз. Тең. Мына 11 мен 11 қайтеді? Қысқарады. Қарама қарсы сандар. Сонда бұл жерде 40x y шықты. Сонда есебіміздің берілген тепе теңдігіміздің сол жағында 40x y шықты. Сонда 40x y тең болады екен, теңдіктің оң жағында 40x y шықты. Міне есебіміз осымен тепе теңдік дәлелденді. Келесі 14-те 7-ші есептің екіншісі. Тағы да теңдіктің сол жағын істеп аламын. Есептеп алайық. 1,6-ны 0,4-ке бөлейік. 40, 40. S-тің 4 дәрежесі мен мына S-тің кубы қысқарып кетеді, сонда жай ғана S қалады. Т мен Т қысқарып кетеді. Азайту 41,122 S өзі қалады. Тең. 40-тан 41,122-ні азайтамыз. Минус 1,122 S қалады екен. Сонда теңдіктің сол жағын міне мен ықшамдағанда минус 1,122 шықты балалар. Қасында S бар тең. Міне теңдіктің оң жағында не жазылып тұр? Соны мына жерге жаза саламын. Минус 1,122 S. Тепе теңдік дәлелденді. Жақсы, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.